терең ойды талап ететін, қызығына ешбір тоймайтын, халық даналығы қалдырған ойындардың бірі тоғызқұмалақ. Халықпен бірге жасасып келе жатқан даналардың ойыны аталған, ол бүгінде өзіміздің даму сатысында екенін айта кеткен жөн. Көшпенді халықтың, әсіресе малшылардың математикасы қай халықтың болсын күнделікті мұқтаждығына керекті бүтін сандардың 4 амалына есептеп шығару осы тоғызқұмалақ ойынының үстінде қалыптасқан. Тоғызқұмалақ қазақтың ұлттық дәстүрлі ойындарының бірі. Тоғызқұмалақ ақыл ойды дамытуға арналған ойын. Астана политехникалық жоғарғы колледжінде бүгін тоғызқұмалақтың турнирі өтіп жатыр. Осы турнир қазақтың ұлттық спорттық күніне арналады. Осы турнирде бүкіл бөлімдердің студенттері қатысып жатыр.